Қызылордада дайындалған корейлік тағамдар өте дәмді. Дәстүрлі фестивальге қатысқан Сеултех профессоры Ким Джису осындай пікір білдірді. Салам алейкум. Бандасо, 반가워요. Қызылордаға осымен үшінші рет келіп тұрмын. Өз үйімде жүргендей сезінемін. Отандастарымды көріп қуандым. Бұндай іс-шаралар бізде де өтеді. Бірақ сіздердің әзірлеген тағамдарыңыз біздікіне қарағанда дәмдірек. Фестиваль барабандарда соғудан басталды. Наным бойынша ол жамандықты қашырады. Ұлттық тағамдар, тақырыптық көрмелер мен концерттік бағдарлама ешкімді бей-жай қалдырмады. Айта кетейік, Қазақстанда 100 мыңнан аса корейлік тұрса, оның 8 мыңға жуығы Қызылорда облысының тұрғыны. Биылғы фестиваль Қазақстан корейлері қауымдастығының 35 жылдығына арналды. В этом году уже 35 лет. Биыл қоғамдық бірлестікке 35 жыл толды. Күз айында үлкен мерекелік іс-шараны өткізуді жоспарлап отырмыз. Корей театрының қойылымы болады. Алматыдан серіктестеріміз келмек. Бізде хронологиялық тәртіппен 35 жылда орын алған оқиғаларды көрсетеміз.